Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен сіздермен бүгін боулинг әдісімен бөліскім келіп отыр. Бұл әдісті кез келген сабақта қолдануға болады. Сабақтың барысында үй тапсырмасын қайталауға, сабақты бекіту кезінде, жаңа сабақтың тақырыбын ашу мақсатында пайдалансаңыздар болады. Жалпы өз шеберліктеріңізге байланысты кез келген пәнде қолдана аласыздар. Мен бұл әдісті өткен тақырыпта пысықтау мақсатында математикалық пәнмен байланыстыра отырып әліппе сабағында пайдаландым. Яғни балаларға шармен кеглилерді құлату арқылы құлаған кеглидегі санның құрамын айтады. Сол санның артындағы суреттің атауын атайды. Және өтілген дыбыстары бойынша суреттің атауын қатесіз жазады. Яғни балалардың суретке қарап отырып атауын жазу дағдысы қалыптасады. Бұл әдісті суретті диктант ретінде де қолдансаңыздар болады.